Коррупциялердің бардығы ушунду алганда, ушун депчи. Караңай, 15 гектар жерде не деген бул жер? Ошонун бардығын кайтып мамлекетке өткөрүш керек да. Урматтуу президентибизде маалымат жок. Урматтуу Камчы Кылычбаевичте маалымат жок да, могулар боюнчачы. Мен ушуга чейин бир кеп дем алган жокмун берген. Болса апшет эткен Мамат Орузбаев. 5 жер экен да. Биз бере албайбыз бирок. 5 эштеке деп жүрө беребиз. 5тин кароолдорунда 5 орун жок. Урматтуу президентибизге, Садыр Кожоевичке, урматтуу Геннадий Камчы Кылычбаевичке деп бата берип коюңуз. Досум. Калып кеттиңиз го досум. Жакшы барган. Мен сиз жаман жүгүрөт экенсиз. Өткөн жылы эле 2 жыл болду. Бул асфальт болгон эле. Билем, сен кече келдиң го бу жерге. Мен 22 мурда келип таанышып кеткем МЧС менен. Жана бала каякта жүрөт кечээ мен айтып атты эле. Мына 70 сотик деген Нургазы бирдеме деп айтып атты эле. Жок, сиз эмес. Сиз эмес, башка бала болчу. Бир ак калпакчан бала болчу. Досум кандайсыз? Жакшы. Сиз жакшыбы? Кулача тынчпы, кыйналып айтасызбы? Жок. Биздики күндө ушундай иш досум. Күндө. Жакшы да күнүгө чыгып. Ооба. Канчалык бассаң ошончолук пайда дейт го. Ооба. Азыр мына 13 гектар кимдин жери болду да ошондо? Мамакеев да. Түшүндүм, эси ким Мамакеевдин? Орузбаев. Орузбаев. Жана каза болуп калган кишиби? Ооба. Так, могу садик боюнча эметтик. Могу МЧСке көрсөтүп коюш керек экен. МЧС. Көрсөтүп кой, бул кече эле жакында бүткөн проект болчу. Так, ушул жердеги мына санатория, летний кафе, бассейн полностью азыр Неме да, зонуктарды. зона отдыктардын бардыгын инвентаризация кылабыз. Полный, кимдин канча жери бар. Так. Мына Зона отдых бөрү атады. Так, мына бөрү ата кимдики эме? Абдыкарым. Я, кимдики? Фамилиясы ким Абдыкеримиңдин? Сеникөсү Абдыкарым ака жеңе жезди экен да. Ажымат. Ажыматов Абдыкарым. Аянты канча? Жеке менчикпи? Ооба, жеке менчик. Так, эме кадастр. Так, сиз архитектор, сиз. Так, УМС каякта жүрөт? Так, мону тактагыла. Жеке менчикпи? Канча гектар өзүнүкү, канча муниципалитеттики? Тактап, эгер жеке менчик болсо, на каком основании жеке менчик болуп кеткен? Баарын текшерип карагыла дагы, айтасыңар мага, түшүндүңөрбү? Аянтын карагыла. Мамакеев да ушул жактабы? Бул дагы зона отдых, Толкун Абсатарович. Жанагы мо зона отдыхтар боюнча полностью инвентаризация жасагыла деп айткан болчумун. Тактап атасыңарбы? Центр отдыха Форель дейт. Мунун аянты канча? Жери канча? Билбейсиң сен. Сен билишиң керек эле. Сен өмүрү келген эмессиң буга кача. Ким? Эси ким бул жердин? Шаардыктар. Я. Тагаева Самара деген. Мына көрдүң, бул айыл өкмөт билбейт эчтеме. Булар УМС консактыларын алдырып атышат өздөрүнө чачак. Билем мен тапшырма менен. Бурун депутат болгон Кутушев деген. Жогорку кеңештин депутаты болуп. Мына баягы 70 сотик. Ана мынанын территориясында ушул жери бар. Жерматыз бул өзү китебинде 84 сотик. Толук. Анан азыркы мезгилде Нол неменин Ош мамлекеттик университетинин профилакториясы. Канализация даяр. Бизге ушул деге садикке, анан спорт залга ошо берсеңиз, стоянкасы менен неме канализациясы даяр бардыгычы. Суу жанында бардыгычы. Ушул bir 30 yıldan beri şurada boş durar şu lakaldacı. Так, bu Evge paydası yok ki. kimden jeri? Mama keyifke kadar. Oruzbay arendага иштетет. 94'ten beri paşte. Арендаға іште. Значит, біздің жер екен да, муниципалитеттің жер екен да. Так, қанат жазбайсыз ба? Тақтаңыз. Понедельник күні маған тақтап бергіле.
Emene Нурбек Сүйінбай, шunu контроль қалып қойыңызшы сіз, как аппарат жетекші қатары. На контроль возьмите, барын контроль олсы болып өйтеді. Так, emene архитектор, кадастр, мұны тақтап, документтерін бергіле, мақұл ба? Значит, получается, бұл Мамат Тұрызбай. жаңағы қаза болып қалған. Балдар қараса керек. Все, анда осы жерді қарағыла. Қарап тұрып, еметкіле, документтерін бергіле. Еме олсы алыш керек. Бұл керегі жоған тәғділе жетеді ал кіші кетші. Так, давайте, дальше көрелі. Қана жаңағы 13 гектар қаяғында. Мамакет ал. Я, Қорғол мамакеттің ішінде. көрелі жүрелі. Бияқтыңыз. Көрелі. Патрев сайызға қарағанда. Мамакеттің санаториясы. Мамакет бір матылығы сол өзі түрік контролдап 2 жылда тұрғызған. Неменің санаторияның корпусы. Бұл қаяқ? Я. Сізбек Жембек көші мұна. Қайсыл? Мына здание. Так. Қанша еме бұл жерде? Аянты. Мирлан. Білбейсің сен. Сен білбейсің, сен қонақсың бұл жерде ше. Так, еме, сіз білесіз бе қанша сотық? 56 сотық чыңы, 56 сотық жері бар чоқ. Мұрынғы мамакеттің екінші немесі болғанда корпусы. Полный. Бұл сайыз бағында құрылып, өзі екі этажы бүткөлі. И сайыздан кейін тіншіді бөлініп кетті. Түшіндім. Еме, кадастр. Архитектор, УМС. На контроль возьмите. Тақта бергіле. Қанша сотка и фактически қанша и еме қанша, по документам қанша. Маған атып көрінеді. Я. Күлем барғында парел баққанға тәрлі қойып Ақпұраның барын чоңды алып қойып тұрды. Я. Барын тазалайыз. Ауа. Барын тазалайыз. Жебе шәрге шеденке жоқ. Ауа. Моғым не болған ішқана? Бұл үйлер частный, меншік. Жеке меншік. Жеке меншік үйлер. Бұл да бір байдығы. Асылбек Жембектің қайнатасын үйі. Қожа Назар деген кішін үйлі бұл. Ветеранын өзім ұрын. Ошаның балдары шеде жашайды. Бұл Асылбек Жембектің үйі оласы болады. Бұл Асылбек Жембектің қайнатасын. Қайнатасын. Чө түшіндім. Документтерін тақтағыла. Шының өр бі? Документ тақтап бергілі. Қанша аян 1 гектардан чоң екен, а? 1 гектар. 1 гектардан көп тоғын. 2 гектар екен. Мынау мамакеттің ішінде де 2 гектар жері бар. Илгері мемет кепілсе оған, а? Мамакет қарап айтылы, бір ошылар іштейді илгерді. Все, алауыз қайтып че. Нарағында бұғында квадр өдін соны тегіз. Мэрия қалауыз. Как раз бізде теплица жоқ, азыр че. Азыр бекерлі жатады ойыр аңғыра өлі. Елге бермейді, өз пайдаланбайды. Мынау жерде өзінің мини-гесі да бар. Мини-гесі қалсын ем, өзі іштесін. Мұналарды елге беріш керек. Я. Яға қарайды, соны өтін. Я. Тоже документ тақтағыла барын. Сіз қанту алғансыз бұны? Қанту алғансыз? Частный. Бері ұшы ерді бір ен 3 болған, 100 жыл бұрын. Бірі жалғыз үй болған, қайран қойды, ешкі үй болған емес. Сіздеке? Сіз айылда ең күрті өшіз екен де? Ең күрті өшіз екенсіз? Күртойда яшыға мен. Бар айтып тұтқы сізді күртойды. Сізді күртойды тұтқы. Мұғым не? Жолбор деген арақ зауытын начальник болғанда, ошаның жерінде бұл. Я. Арақ зауытын немесе, директорын пісет. Ошал сатып алған. Мұғындағы Кейін бұлар сатып алған. Мойзамдуының тақтағыла. Мойзамдуының тақтағыла. Замирек Павлович, на контроль возьмите. Кадастр, архитектор. Так, дай УМС. Мойзамдуының тақтағыла. Бар мамлекетке қайтып мэрия қалауыз. Түшінің өр бі? Өзінің тиішті учасын қалтарауыз, мамлекетке қалауыз. Елге берсін. Хватит машины кам. Отдавать. Так, бұл Арапаевтікі. Бұл совсем еле жолығы құру алды, а? Так, бұл аянты қанша? Өптірлектірден көп бұны қия. Я. Өптірлектірден көп бұны. О, дәрияның бойына сен. Биыл жайда сер алғанда қанша қыдышай келіп бүйт неме болғанда айтқанда дарияның бойын 50 метр Açıkladı, ha? немеден төрекөн башқа сен ашқыла, велогонка қылауыз,
Адамдар шейлей тұрған жол қылау. Так, олардың бардығын ошо бадахран зоналары боюнча иштебейлик. Ал боюнча ОКМК иш козголуп өткөндө маркелдим го. Акбара боюнча жалпы иш козголду. Тегерек четинде материалдын баардыгын өткөзүп бердик. Анын арасында булар да бар. Ошо 50 метрби? Оны чече. Дарыядан ачуу жүзүнө болуш керек. Ооба, моочу. Кап тосканда булат. Бул мамакет. Мамакеттин здание. Жана 13 гектар ушул жерде, а? Ооба. 13 гектар жерде эмне кылат дейм да, же 1 гектар 30 сотик бе? Жок, 13 гектардан көп. 13 гектардан көп. Эмесинде ортосунда Көлү бар. 4-5 көлү бар. Муну ичине кантип көрөбүз муну? Фото барбы? Я. Нарасын киресиз. Киргизгиле көрөлү. Быйыл жайында сел болду го. Ошондо сотко салганда булар тоноду барлар. Элдер чалбай тосмого чаккалы. Дагы айтылбай калды. Булар баардык мыйзамыбыз курулганда көрдүңүзбү? Ana mınavısı da murun 10 yıl murun jönle turgan жерле пустоят. Аралчы. Ошо арал тепилсе арал. Тепилсе до аралдын өзү. Бул жерди срочно мамлекетке алыш керек экен. Я. Бул канча деген бюджетке акча түшөт. Акча жок отурабыз, Тойчоба. Акча жок отурат. Же тротуар тротуарга акча. Булар арендасын канча төлөт? Канча нал төлөт? Эч ким билбейт. О, bir жыл анан салкын төргө текшергенибизде 5 гектар канча мен өзү 2 гектар 70 сотто туруш керек экен. Бирок налиги эч канча эмес. Булар да алып ошондой да. Мурунку өкмөттөр вообще иштеген эмес экен да. 13 гектар невозможно да. Ну 1 гектар ал. 13,5 гектар жер. Макайтын банда чоңдорго пайдаланып кетти да. Ну, как деньги болчу, керек граница, ошол баягы хоз час теплица болгон. Мынакей, биз теплица жок. Союздун малында бул жерде лимондар өстүрүлчү эле. Кыштын күнү помидор, бадырын кол өстүрүлөт эле. Анан кийин чегон текте турат го. Ошол жерге чейин нарагы Акбуранын бою. Зелен хоз жок, же тазалык жок. Техникалар бар, кое турган жер жок. Мына караң, канча деген жерлер жатат. Мына теплицаны биз срочно алышыбыз керек экен мэрия. Караң, аяк биягына түздөп карап койсо. Я. Так, аябай чоң экен, а? Могун карасаң. Могун карачы. Шунчалык жалко, кара. Мамлекеттики да мурда мамлекеттик болгон, мына чөнтөгүнөн бир тиен кеткен эмес да. Я. Аятаң көрө. Талкаланып жатат, карачы. Я. Давам не болгондур? Жок. Те арт жагында иштетен көрүп койбойлук ба? Ошо мындайдан түшүрөсүң? Да. Бул жак Акбара, а? Асты буяк Акбура. Анан мындайдан түшө турган жолдор мына жерде кыйла жер. Бассейндер бар мында. Мурун дарыя кыйла наракта болчу, мына татарлар бар да, Тойчека. Ал жеп-жеп бирак кетти. Мына полный чарга бар. Сиз көрдүңүзбү? Экология барбы бизде? Карама, бүт бардыгы. Экологияны бизде ким эметет? Я. Ишмамбет, кара экологияны карама, күлдөр мыяк таштап атат. Ма грязьды караң. Ооба. Күлдөр барды Акбарага ташташат экен, а? Мыян карайлы. Мынча чоң жерде эмне кылат дейм да. Я. Элге бербейби. Биз мына аба шаардын эли дем ала турган жер жок да. Шаардын эли дем ала турган жер жок. Бардыгы жеке менчик. Сиз айтмакчы, жанагы мурдагы чиновниктер, мурдагы байлар баарын алып койгон да. Адам бар, дарыянын бою не болгон болду.
Buna o ilgari basseyn boluptu, zimni. Uzunluğu bir 25 metreydi. İçinde duş, saunaları vardı olçuyla mınday şunu. Şonlar bir üçüncü gelediler. Akıl zatır. Ama görüp böyle. Vay vay vay. Su saat diyeceğim bu otur. Ne ki kardeş. Kalkalanıp жатат карачы. Эми бул бели урган эмес. Мамлекеттики да булчу. Bekar pul. Бекер акча. Өгө жеке менчик өзүнүн бир пешинедер акчасы болгондо күйөт болчу. Эми бул мамлекеттики да, элдики да. Akçasına bunlar yazmaydı. Buna ilgari ırımlı kurutuyla balık bakattılar. Buna yerinde zoopark vardı. Arkar geyiklerden akıyor top koyattılar. Katok. Bakın Mustafa turgan yer. Jönle baldar süret köşesi 300 somdan tölet veriyor. Süret köşesi. Ay bu kelip dem alıp, mına oymelerge attraksionga çıkıp. Yok. Ay dağların birine bir hizmet. Pul telaşını giresin. 13 hektar жерде не кылат дейм да. Не керек ормунча жерде. Бая кара суга сыгып кеткенде болду да. Ya. Bir hektar yer al meyle. 13 hektar da oldu. 13 hektar жерде не кылат дейм да. Allah da bir tohunu verse, tanda daha bir önü verdi etken de. 10 ver koysa daha bir önü verdi etken 13 de. hektarda vadaklanayımız ona koşulmagandan keyin. Buna setkalar, tosmalar 99% faiz içinde kurulgan boyunca sonuçta turur. Ata çıkar. Ova. Özdürgan. Buna jakta ilgili rezidensiya var hele. Kança 3 etaj mı? 3 etaj. Bakın tahminen. Bir yılı 2090 yıldan keyin Kaymuk menen akayıp jolukkan şu жерге kelip şu жерде жол өткөргөн. Бұл жер майраға өтіп қалса, bir жылда бері дегенде 500 миллион ақша қазынаға түседі да. 500 миллион сом түседі. Бізде канализация бар да бақта? Kanalizasyon var. Mamaketlik var. Бұл же Азамат Арапбаев. Мауа. Жоқ, мынау жоқ, бұл мен. Mamaketlik, бұл резиденциялы. Gubernatörlerden konuştum şimdi bu ne satıyor? Бұл да мамаке емендіке. Моторозбаев. Мама Торозбаев. Бұл үй ұқсайды ма? Ова. Бассейндері бит бар. Donatıp bolanda aslında kendim bu. Ya. Yan olgan karışan. Korrupsiya? Qaysi korrupsiya? Bette iştegende ama. Ya. Bette iştegen. O bu xeses. Oşular çoğu. Harfsa da koyat da. Harca da koyat. Ошо кишиден сатып алган ба карап ба? Ишкана da satılır. İşkana bu. Seyman Kanadi. Qaralбай эле жатат. Мурда мамлекетте иштеп, элди талап тоноп жеп, элдин эсебинен байган коррупционерлердин баардыгы ушунду алган да, ошондопчу. Караңыз, 15 гектар жерде эмне деген бул жер? Ошонун баардыгын кайтып мамлекетке өткөрүш керек да. Кана азыр ушул мэрияны болгондо эртең жетим, жесир, колунда жок бейбечараларды алып келип дем алдырат элек. Ошолорду кичине эс алдырат элек. Мына шаарда кече мен ТТХБКда 12-нчи көмөкчү мектепке барып келдим. Жалаң жанагы мүмкүнчүлүгү чектеген балдар да. Орун жок. Мурда ушу садик болгон экен, садикти ошо мектепке беришкен экен, же садик жок, же эме жок. Кана? Же жашоо шарттары жок. Анчалаган адамдар квартираларда отурат да. Ошону ошо балдарды алып келип койсоң могул жергечи. Могул жерге ошо 12-нчи көмөкчү мектепти алып келип койсоң мына жергечи тым эле сонун болуп жашайт эле да. Реабилитациясы кыла турган. Ооба, реабилитация болуп, окуп. Мына карачы, мына как раз корпусуга ушул жерге алып келип койсоң кандай сонун болот ошонучу. Анда мектепте бизде Нурбек Сүймбаевич.
2 mektup var. Эки мектеп. Biri göz ayızları ballar için, Ай. biri oşol janağı internet. 12. kömekçi. Ошону айтам да кара, как раз ошол эки